Бәріңізге қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге уровень сопротивления және уровень поддержканы қалай қою керек екендігін үйретемін. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ көреміз. Керекті мағлұматтар өте көп. Негізі, құрметті көрермендерім, подписчиктерім, егер осы видеоны көріп отқан болсаңыздар, ешқашанда уровень сопротивления или уровень поддержка бірақ сызық болмайды. Мысалға осындай болмайды. Светін ауыстырайын. Немесе осындай болмайды. Немесе мынандай болмайды. Уровень сопротивления негізі бұндай бір сызықпен шектелмейді. Негізі область болады, аудан болады. Уровень сопротивлениенің өзінің ауданы болады. Ол ауданды қалай табамыз, қалай анықтаймыз. Мысалға, мынау свеча біздің. Мынау денесі. Мынау басы. Мынау аяғы. Бір свечаның өзі да. Мынау денесі, мынау басы, мынау аяғы. Бұдан біз қалай анықтаймыз? Уровень сопротивления немесе уровень поддержка. Мысалға, мына жерде бір область деп алайық. Осы бір жерде уровень сопротивления. Қарсы области деп алайық. Мына жерде графика келді. Осы жерде ойнап кетті. Негізі мен сіздерге бұны зонный графикпен көрсетіп отырмын. Ал егер японский свечаға келсек, бұлай келуі мүмкін. Көтерілді свеча. Одан кейін басы осы жерде болды. Одан кейін сіздерге түсінікті болу үшін қазір қызылға қояйын. Одан кейін свеча төмен түсті. Бірақ мына жерде свеча мына жерге бір рет бүйтіп көтеріліп келіп барып басылды да, ал бұл жерде көтерілгеннен кейін бізде не қалады? Әрине басы қалады. Немесе көлеңкесі қалады. Осыны біз область қылып аламыз, осыны. Мынаны қараңыздар мысалға. Мынау ирелең, осы ирелең, осының басы, японский свечаның басы да, осы бізде уровень сопротивление болып есептелінеді. Ал былай келсек, мына жерде төмен түсіп келді свеча. Мына жерде аяғы пайда болды. Осы жерден свеча арғарай, осы жерден басталып жоғары қарай кетті. Жоғары қарай кеткеннен кейін мына жерде көлеңкесі аяғы қалды. Осы аяғынан біз уровень поддержканы денесі басталғанмен аяғының соңы, мысалға денесі басталды, аяғының соңы. Денесі басталды, аяғының соңы. Осы жерден біз уровень поддержканы шығарамыз. Ешқашанда мындай бір сызық болмайды. Естеріңізде болсын. Мындай бір сызық болмайды. Область болады. Область, уровень поддержка, уровень сопротивления. Аудан да? Аудан. Осындай болады. Екіншіден, қандай жағдайда біз уровень сопротивления, уровень поддержканы шығармаймыз? Мынаны қараңыздар. Мынау денесі. Мынау басы. Мынау аяғы. Осындай жерден біз уровень сопротивления немесе уровень поддержканы шығармаймыз. Өйткені бұл свеча жаңағы неопределенности дейді, ойлану свечасы, ол уровеньге саналмайды. Уровеньге жатқызбаймыз бұл свечаны. Жатқызатын болсақ, жаңағындай ірі денелі, осындай ірі денелі, білмеймін, басы осындай болуы мүмкін, немесе осындай болуы мүмкін. Әйтеуір осы жерден бітеді. Одан кейін келесі свеча осы жерден төмен түсіп кетеді, бірақ үстінде басын қалдырып кеткен. Мынандай қалай. Осыны область қылып аламыз. Область қалай? Денесі басталғаннан басының соңы, келесі свечаны қосып аламыз, мына свечаны. Басының соңы қай жерден бітеді? Міне, осы жерден уровень сопротивлениені аламыз. Мысалға қараңыздар. Графика келді. Мына жерге кеп, сіз төмен деп тіктіңіз. Төмен болмай қалды. Бізге енді перекритие керек. Бұзып шықты мынаны. Бұзып шыққаннан кейін екінші перекритияны қаяқтан аламыз? Міне, осы жерге келеді. Осы жерген кезде көрдіңіздер ме, міне, басы біткен жер. Осы жерден қайтады. Осы жерден аламыз. Түсіндіңіздер ғой? Енді практикаға келсек. Практикадан көрсетіп жіберейін сіздерге.
міне мысалға мына жерде уровень сопротивления немесе уровень поддержканы қазір тауып үйретеміз сіздерге. Осы жерді алайық. Мына жерден көрдіңіздер, графика басталған. Мына қараңыздар. Мына жерде бір уровень сопротивления бар. Міне қалай белгіледім? Денесінен бастап аяғының соңына дейін алдым. Осы бір уровень сопротивления. Одан кейін бұл графика жоғары кеткен. Жоғары кеткеннен кейін мына жерде локальный уровеньдер пайда бола бастаған. Көріп тұрсыздар? Бұл локальный уровеньге қалай әсер еткен? Міне бір рет әсер еткен, көріп тұрсыздар. Енді үстінде мынаның басы жоқ, бірақ мынаның басы бар. Бұны қалай аламыз? Денесінің біткен жерімен бастап басының соңынан апарамыз. Көрдіңіздер? Міне уровень сопротивления и уровень поддержки осылай шығады. Одан кейін міне көрдіңіздер ме, мына жерде міне мынандай не тұр? Ойлану свечасы тұр. Осы жерде біз уровень сопротивления мен уровень поддержканы шығармаймыз. Естеріңізде болсын. Бұл уровень, бұл свечалар жатпайды. Егер жатқызатын болсақ, міне мына свеча мен мына свечаны алмаймыз ортада. Мынаған басамыз. Денесінің басталған жерінен бастаймыз. Аяғының аяқталған жерінен бітіреміз. Көріп тұрсыздар? Бұлар мысалы локальный уровеньдер. Ал ғаламдық орысша аударғанда глобальный уровеньдер дейді ғой. Глобальный уровеньдер ол уже үлкен таймфреймда, мысалға апталық, күндік уақыттарды ашқан кезде мына жерден мысалға апталық, күндік нелерді ашқан кезде өзі мықты уровеньдер, мықты локальный уровень, мықты уровень сопротивления, мықты уровень поддержкалар өзі көрінеді. Сол жерден белгілеп аламыз. Мысалға мына жерде тағы бір уровень бар. Міне денесінің біткен жері, екіншісінің басының біткен жері мына жерде. Біріншісінің басы бірінші свечаның басы кішкентай болып, екінші свечаның басы үлкен болса, сол свечаға қараймыз. Уровень қоятын кезде. Мына осы жерде бір локальный уровень бар. Одан кейін мына жерде тағы бір локальный уровень сопротивления бар. Көріп тұрғандарыңыздай. Мына осылай кете береді. Мына жерде өшіріп алғанын қараңызшы. Мына жерде мысалға уровень поддержка мына жерде басталған. Осы жерде бір реакция жүрген қарасаңыздар. Мына жерде бұзып шыққан. Бұл жерде біз мысалға жоғарыға деп алатын болсақ, бұл жерде минус болатын еді. Ал мына жерге келгенде екінші перекритияның несі уровеніне келген кезде, мысалы областың екінші тақтайы мысал қараңыздар. Мына жерде қазір көрінетіндей светке қойып алайын. Мына жерде бірінші уровень қойылған, мына жерде екінші уровень қойылған. Осының арасы область поддержка, қолдау областы, қолдау ауданы болып есептелінеді. Мына жерде мысалға ставка алатын болсақ жоғары кетеді деп, мына жерде минус болса, мына жерде алуымызға болатын еді. Көрдіңіздер? Бірақ в основном бәрібір уровеньді бұзып шыққан. Бірақ мына жерде бізде бір 5 минутқа 10 минутқа алатын болсақ, бізде плюс болатын еді. Сол үшін область болады. Ешқашанда естеріңізде болсын, айтып тұрмын. TikTok'та, YouTube'та көріп отырмын, өзіміздің отандастық қазақстандық трейдерлер область, уровень сопротивления, уровень поддержканы тек қана бір сызықпен алады. Тек қана бір сызықпен. Ол дұрыс емес. Область болады, область. Бірақ сызықтық болмайды. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Уровень сопротивлениені қалай қою керек екендігін көрсеттім, үйреніп алыңыздар. Түсінбесеңіздер қайттан көрсеңіздер болады. Қысқа әрі нұсқа қылып түсіндіріп айтқан болатынмын. Менің өзімнің жеке телеграм каналым бар, жабық телеграм каналым. Оның шарттарын орындасаңыздар ғана оған кіре аласыздар. Менің инстаграм немесе ВК-ға кірмеймін, в основном сол инстаграмда отырамын. Сол инстаграмға хочу немесе қалаймын жабық каналға деп жазсаңыздар, мен өзім шарттарын айтам, соны орындасаңыздар кіресіздер. Осы уровень сопротивления естеріңізде болсын. Уровень жалғыз сызық болмайды, область болады. Область, уровень поддержка, область, уровень сопротивления. Естеріңізде болсын. Жалғыз сызықты уровень болмайды.
тағы да айта кетерім, алдыңғы видеоларымда көрсеткем қандай криптовалюталарға вложение жасау керек екенін, соны көрсеңіздер болады. Ал трейдерствомен қызығам, айналсам деген кісілер болса, алдыңғы сабақтарында да бар паттерн заңдылықтары, енді уровеньді қалай қою керек екендігін үйретіп жатырмын. Жабық телеграм каналым бар, жаңағындай инстаграмға жазсаңыздар болады. Хочу немесе болмаса жаңағындай қалаймын жабық телеграм каналға дегендей қылып. Ол жерде күніне 7 мен 9-ның арасында 2 ставка берем, соны тігіп отырсаңыздар болды. Күніне 2 ставка берем. Мен сіздерге айтпаймын, то что бәрі өтеді, бәрі плюс болады деп айтпаймын. Жоқ, мен 80% прогноз берем, 20% ол уже рынокқа байланысты, жаңалықтарға байланысты. Ал 100%, 90% берем сіздерге гарантия десе, ол уже өтірік. Оған сенбеңіздер. Вот. Осы уровень сопротивлениені қалай қою керек екенін көрсеттім. Ары қарай үйреніп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Бексұлтан. Қош, сау болыңыздар.